Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Заманауи мұғалім ютуб арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге химия пәні бойынша химия әлемінің зияткерлері атты сайыс сабақты көрсетемін. Бұл сайыс сабақ сыныптан тыс іс-шара, өзінің ішінде слайды бар. Мына слайдта кезеңдерімен 5 кезең толық сұрақтарының барлығы жазылған. Одан кейін бұлай жоспары бар. Осындай жоспарымен сұрақтары, осы жерде қолданылған сұрақтары жауаптарымен бірге барлығы дайын түрінде. Яғни бұны мысалы жоспары, сосын слайдты алатын болсаңыздар, бір сайыс сабақты толығымен 45 минутта өткізуге жарайды. Мына жерде мен уақытымен қойған, міне 5 минут, 7, 10, жалпы 45 минутқа арналған осындай сайыс сабақ. Енді бұл тек қана химия пәні үшін, химия пәнінен 7-ші сыныпта мысалы 11-ші сыныптарға дейін кез келген сыныпта сайыстыруға болады. Өйткені бұның ішінде сұрақтар қалай құрастырылды? Бұның ішінде сұрақтар логикалық сұрақтар химия пәні бойынша, одан кейін жұмбақтар, мақал мәтелдер, әзіл сұрақтары, сондай қарапайым типтегі сұрақтар қолданылған. Одан кейін мысалы осындай 5-ші 4-ші кезеңде осындай колбалар бар, ұяшықтар бар. Одан кейін шаблонның бір айырмашылығы, бұл жерде мысалы тест те бар, сұрақ жауап та бар. Одан кейін ұяшық таңдайтын кезеңі бар. Одан кейін мысалы осылай капитандар сайысында я жоқ ойыны да бар. Яғни бұл сайыс сабақта барлығы толығымен қамтылған. Енді мен сіздерге айтайын, бұл жерде қазір мен химияны көрсетемін. Одан кейін басқа пәндер бойынша да YouTube каналға алдағы уақытта салынады. Мен YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар, сол жерден қарап отырсаңыздар, барлық пәндер бойынша осындай сайыс сабақтар жоспарымен бірге слайды дайын түрде құрастырылып салынатын болады. Енді бұл ойында мысалы атауын өзгертуге болады. Сіздер сайыс сабақтарының атауын өзгертесіздер, мысалы кезеңдерін өзгертуге болады, сұрақтарын өзгертуге болады. Сұрақ санын көбейту өте оңай, дублировать жасайсыздар. Бұл жерде шаблон өте максимал дәрежеде жеңіл түрде құрастырылған. Сұрағын көбейте бересіздер, сұрағын азайту керек болса, біраз етіп өшіре бересіздер. Мына жердегі мына жоспары міне. Енді мен бұны ашып көрсетейін, слайдты қалай істейтінін барлық кезеңдерін бір-бірлеп көрсетіп шығам. Мысалы, менде мысалы 15 сұрақтан құрдым. 15 сұрақтан жалпы сұрақ саны бұл жерде 60 сұрақ бар. Мына жерде осы сайыс сабақта. Пока слайдпен ашамын, сначала деп. Өзінің дауысы бар, осылай. Сайыс сабағымызды бастаймыз. Бұл жерде кезеңдерін көрсетеді. Кезеңдермен таныстырасыздар, мен өткізіп салдым. Бірінші кезең таныстыру. Яғни бұл жерде топтар өздерінің атауларын таныстырады, сол туралы информация береді, мысалы деген сияқты. Содан кейінгі кезең, бізде екінші кезең уже кім тапқыр деп басталады. Әрбір топқа 5 сұрақтан беріледі. Тест түрінде, мына жерде уақыт қоссаңыздар, уақыт істейді. Одан кейін тест түрінде варианттарын белгілейді. Мысалы, жаңағы мен бұл шаблонды 3 топқа деп не қылдым? 4 топқа, 5 топқа қолдана бересіздер. 2 топқа болса да сұрақтарын көбейтіп, азайтып, ыңғайлап аласыздар. Енді бұлай басып белгілейді, мысалы, оқушылар міне дұрыс жауап осылай болады. Келесін өткізу үшін бір рет бассақ, бұлай өткізеді. Міне, қате жауап болса осындай, дұрыс болса бұлай шығады. Барлық слайдта осындай нелер істейді, міне сұрақтар жазылған. Енді менде қазір оңай сұрақтарды жаздым, өйткені бұл шаблонды жаңа 7-ші 11-ші сыныптар арасында сайыс сабақ түрінде жүргізуге 7-ші сыныпқа оңай болу үшін. Енді осы жерден бүйтіп ашамыз, өйткені мынаның бәрін ашып отырсам біраз уақыт кетеді. Әрбір кезеңді өстіп бір-бірлеп ашып көрсетемін. Одан кейінгі кезең бізде қызықты жұмбақтар деп аталады. Бүйтіп ашам. Бұл жерде осының дауысы бар, міне. Сұрақтар бізде жұмбақ түрінде келеді. Міне. Осындай уақыты бар, ойланады осы уақыттың ішінде. Тексеруге бастап, жауабы шығады. Міне осындай құрақ жерде сақтайық, отсыз тамақ татпайсың дейді мысалы. Міне осындай не? Бұл ас тұзы деген сияқты. 15 не бар? Мақал мәтелдер бар, жұмбақтар бар бұл жерде. Енді қазір дауысын мен не қылдым? Өшіріп қойдым видео түсіру үшін. Бірақ ойын барысында толық фонында өзінің дауысы шығып тұрады. Әрбір кезеңде мынандай дауысы бар. Міне. Кезең басталар алдында осындай дауысымен шығады. Мен бүйтіп өткізейін, қазір осыдан бастап. Мына жерде мысалы ұяшық таңдайды. Енді колбаларды таңдайды. Ұяшық болғанда колбаларды таңдайды. Мысалы оқушы қызыл түсті мынаны басады, өзі келіп басады, болмаса
мұғалім басып ашып береді. Мысалы интерактив тақтада шығып тұрса, бүйтіп басса ашылады. Міне қызылдағы не сұрақ ашылды бізде. Бұл жерде де логикалық сұрақтар берілген. Бастыға басамыз. Басты бетке таңдалған колба жоғалып отырады. Кез келген таңдай береді. Бір ашылған сұрақ қайтып ашылмайды, жаңа сұрақтар ашылып отырады. Өйткені осы кезең бойынша да 15 ұяшыққа 15 сұрақ жазылған. Одан кейінгі кезең, кезеңді бүйтіп өткізіп көрсетейін. Кезеңді өткен кезде осылай дауыс шығады. Сосын фонында жоқ, жаңа біз пока слайдпен толық ашқан кезде дауыс шығып тұрады. Міне, я жоқ ойында. Енді бәрін көрсетудің қажеті жоқ, менде барлығы істейді. Міне, сіздер білесіздер, мен осы уақытқа дейін қаншама ойындар құрастырдым, YouTube каналға салынған. Түсінікті, иә? Былай көрсетіп өтейін. Міне 70 беттік слайд бұл жерде, барлығы құрастырылған. Осы шаблонда керек болса маған хабарласыңыздар. Химия пәні бойынша кез келген сыныпқа сайыс сабақ өткізуге жарайтын шаблон. Кезеңдерін өзгертесіздер, сұрақтарын өзгертіп, фонын да өзгертіп қолдана бересіздер. Өте жеңіл, өзгертуге ыңғайлы. Жоспармен бірге қосып берем. Мына жерде міне жоспары бар, сұрақтары жауабымен бірге. Осы шаблон керек болса маған хабарласыңыздар. Мен сіздерге осы туралы толығырақ айтатын боламын. WhatsApp-тан жазсаңыздар. Назарларыңызға рахмет.